Сіздер ме, құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге НАС Тараз радиосы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз көктемнің ең басты белгісі әз Наурыз мейрамы. Осы орайда сіздерді келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурызбен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға құт береке, қуаныш, бақыт, ал алға қойған мақсаттарыңызда сәттілік тілейміз. Бүгін бізде қонақта Тараз қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің директорының орынбасары Елшібеков Нұрғали Рахимұлы. Олай болса, осы кісіні дүйім жұртты Наурыз мерекесімен құттықтап, жылы лебіздерін білдіруге ортаға шақырамыз. Бағдарламаға келгеніне қуаныштымын. Бүгін мектебімізді, ұжымызды Наурызбен құттықтай отырып, соңғы 90-ымыз қалды, соған аман-есен бітірейік. 12-ші класстар бұл экзамендерді аман-есен бітірсін. Бәріміз жарқын болды. Шынымен бәріміз де осы жұмызды аман-есен бітіріп қуанайық. Біздің бағдарламаға мүмкіншілік бар болғанда біздің ең үздік шаңырағымыз тұлпар 10-шы Еш пен 7-ші А кластарына Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал ендеше біз кезекті айдарымызды жүргізе берейік. Біздің бұл айдарымыз менің Наурыз мейрамы жайлы есте қалған оқиғалар мен естеліктер айдары. Біздің байланыс телефондарымыз 8775-275-1208. Дәл қазір студиямызға қоңырау шалып жатқан кішкентай тыңдарманымыз бар екен. Алло, сәлеметсіздер ме? Менің атым Ұлысым, менің жасым 7-де. Сіздерді Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Жыл сайын мен Наурыз мейрамын асыға күтемін. Себебі біз жыл сайын осы мейрамды ауылда қарсы аламыз. Ол күні дастархан жаямыз, ағаш отырғызамыз. Мен анама бауырсақ пісіруге көмектесемін. Атам мен әкем ағаш отырғызады. Сосын бәріміз дастарханда шай ішеміз. Бәріміз Наурыз көже ішеміз. Сол себептерден мен Наурызды жақсы көремін. Және де бәрімізді Наурызбен құттықтаймын. Көп рахмет, сау бол. Олай болса, сұрақтарымызды көрермендерге де қойып көрейік. Біздің бірінші сұрағымыз, сіз Наурыз мейрамы жайлы не білесіз? Кәне, кім жауап бергісі келеді? Наурыз мейрамы жайлы не білесіздер? Өздерінің ойларыңызды айтсаңыздар болады. Ортаға шығып айтып берсеңіз болады. Наурыз мерекесі ең алғаш рет осы көктемнің айы, ең бірінші айы Наурыз мерекесінде тойланады. Бұл мерекенің өзіндік ерекшеліктері бар. Және бұл мереке көбінесе адамдардың көңілінде көктем шуағындай нұр құйып, барлығына бақыт пен сәттілікке толы болсын деген ниетпен орындалады. Наурыз мерекесі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Наурыз мерекесі осы күн мен түннің теңелген кезінде орындалатын мерекелердің бірі болып табылады. Наурыз мерекесі қазақ халқының ең көне әрі киелі, қадірлі мерекелерінің бірі болып саналады. Осы мереке қарсаңында адамдар бір-бірінің қателіктерін кешіп, бір-бірімен дос босып, тек қана осы түн сиқырға толы болсын деген ниетпен жаңа күннен жаңа иіске, жаңа болашаққа жол бастайды. Наурыз мерекесінде мәзірде көбінесе Наурыз көше тұрады. Наурыз кешенің аталу себебі де осы Наурыз деген
мерекеге байланысты деп аталады. Осы Наурыз көші 7 дәмнен тұрады. О 7 қазақ халқының қасиетті саны болып есептелінгенден осы мерекенің 7 саннан тұралуы тарихта қалып кеткен деп қалыптасады. Наурыз мерекесі қарсаңында ойындалатын ойындар Наурызнама деп аталады. Наурызнама ойындарына жапа, ду, теңгелу, және ең бастысы алты бақан жатады. Наурыз мерекесі барлығыңызға тек қана көңілдеріңізге көктем шуағындай нұр құйып, бақыт пен қуанышқа толы болсын деген ниетпен Наурыз мерекесі құтты болсын. Сізге көп рахмет, орныңызға жайғаса беріңіз. Ал біздің келесі сұрағымыз Наурыз мейрамының сіз үшін маңызы қандай? Кәне, кім жауап бергісі келеді? Наурыз мейрамының сіздер үшін маңызы қандай? Кәне, белсенді болып отырайық. Кез келген көрермен жауап бере алады. Наурыз мейрамы ол қазақ халқы үшін өте маңызды мейрамдардың бірі. Себебі Наурыз мейрамында қазақтардың салт дәстүрлері және де өзіне тән менталитеті өте анық көрініс табады. Және де ұрысып қалған бір-бірімен ұрысқан адамдар бір-бірімен жақсы қарым-қатынасты қайтадан қолға алуға себепші болатын мейрамның бірі. Ал біздің келесі сұрағымыз Наурыз тойы туралы есіңізде қалған бір естелікті немесе басыңыздан өткен бір оқиғаны кім баяндап бергісі келеді? Кәне? Я, жауап берсеңіз, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Я, әрине. Менің атым Еңілік, және де мен қазір сіздерге өзімнің оқиғамды айтып беретін боламын. Бұл оқиғаны маған әжем баяндап берген болады. Осыдан талай жыл бұрын, қай ауылда екені белгісіз, батыр да батыл, ержүрек, намысшыл, өжет, Мансұр есімді бала өмір сүріпті. Ал көрші ауылда ай десе аузы, күн десе көзі бар. Көркіне көз тоймайтын, суы да сымбатты, Әйгерім есімді қыз болыпты. Талғамыңды толқындатты. Ұшқынсыз жегімнің, толғансыз сезімін, барлығының себебі. Мен саған ғашықпын. Соңғы кезде жан жүрегім ерекше бір үн қатты. Ол үнді мен естігем жоқ, үнсіз сезім тыңдап. Жүрегімнің әміршісі, бұл аласың сен ғана. Саған деген сезім шабытын шыңдап. Білімді сындарымды, ұтқынсыз жүрегімнің, құдайды бақ жанымды. Аллаға махаббат етті. Жаным және жүрегім, бәрі саған бағынды. Сезімімді сездірмесін, қаншама күн шыдадым. Сен мені кештесің, қол жетпесін шыдадым. Тыныштығы бұзылмаған махаббат етіңіз. Жалғыз аққу болсаң, болайын мен сыңарым. Өкінішті, махаббатын қажет деген кішінің. Ашықтықтан саған ғана жүрегімді ұсындым. Жан жекті, жаралған, жалындаған жоғанда. Сенсіз өмір. Жүз сомың болғанша, жүз досың болсын деген тек айтылмаса керек. Мансұрдың жанында жүрген адал да әділ, сөзге шешен, адал достары болыпты. Олардың есімдері Нұржас, Әділет, Бекнұр және де Дәурен. Әйгерімнің
жанында жүрген сұлу да сымбатты, көркіне көз тоймайтын құрбылары болыпты. Олардың есімдері Айгерім, Ләйлі және де Гүлнар. Оның үстіне өлеңнің де саны кетіп қалды. Арамызда бір қыз жоқ сияқты ғой. Гүлнар қайда? Әлде Қасымбай ағаның қызы Гүлнар ше? Гүлнар кетсе. Батыл да батыр жігіттердің құлақтарына шолпының сыңғыры мен сылдырлаған қыздардың күлкісі келеді. Дәуреннің көздері Гүлнарды бірден байқағанымен, Гүлнардың көздері Дәуренді байқамапты. Өздерің білесіңдер, Наурыз мейрамы әдеміне жақындап қалды. Осы Наурыз мейрамының қарсаңында бір бастаңғы өткізіп жіберейік. Жақсы келсе ол. Бастаңғын өткізіп өткіземіз. Ал ол кімнің үйінде болады? Менің атамнан кетіп қалған бізге кеттік. Иә, жақсы болды, иә. Енді қыздар керек. Көрші ауылдың қыздары бар. Оның арасында сенің қызың бар сияқты. Мансұр. Егер баланы шыққымайсың. Олар сақыр бір бастаңғы өткізіп жібереді, иә? Жақсы, кеттік одан. Бастаңғы дегеніміз қазақ жастарының дәстүрлі салттарының бірі. Яғни, үйдің үлкендері жолшылап кеткенде, сол үйге қазақ жастары жиналып, бастаңғы жасайды. Қазіргі тілмен айтқанда, кешкі вечеринка. Ал жігіттер, Әйгерімнің үйіне келуін келдік. Енді оны қалай шақырамыз? Жоқ, шықыруға болмайды. Егер шықыратын болса, әке шықпаса не дерімізді білмей қаламыз. Әкесі өте қатал. Бәлкім ит сияқты қойымыз. Е, сен ит сияқты өр. Сен үретін жақсы әдетің бар. Жоқ, болмайды. Ит шықса не істейміз? Бәрімізді қауғылатып дейді. Жоқ. Жігіттер, несіне біз өте ой істеп келгеніміз дұрыс болар. Жақсы. Үйіне барып сықырып айқайлаймыз да, әке шығып қалған кезінде бөтен қоймай тек керек деп айтамыз. Онда Мансұр екеуі содан кейін Әйгеріммен сөйлеседі. Кеттік. Онда жылдам бар. Сынақты күте тұрамыз. Өге! Сұлғой сұқтық. Ассаламағалейкум. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бірге боламыз. Сәл ішіндер ма? Өкеміз бөтен қой іздеп келмеді. Бөтен қой іздеп ба? Иә. Қандай қой? Өзі басы қара, жамбасы ала бір қой іздеп келмеді. Көрән көршілер. Мансұр, мұнда не істеп жүрсің? Жігіт келеді. Бастан ойында сай жүрсің. Мені шақырайын деп келдің бе? Жоқ. Ой, сен де барсың ғой, тоқтаса құрбыларымды шақырайын жүрсің. Құрбыларымды ма? Жарайды, айтып көрейін. Егер келсе, кешке бара Сен деген құрбыларына келді. Иә, әрине. Бak. Әлде ол қашан болады? Әдетінде болады, әдетінде. Жарайды. Өте бұл емес екен. Онда жоқсы. Шайдасып кетуі мүмкін еді. Басқа үйді көреміз. Қонақ жағыңызға рахмет. Наурыз мейрамы тартымды болсын. Бірге болсын. Ал жігіттер. Ертеңді қыздар жағын шештік. Ал енді тамақ жағын не істейміз? Наурыз мейрамы өздерің білетіндей ақ түйенің қарны жарылып бір молшылық болады. Әркімнің үйінен бір мал табылады. Табылады. Жақсы ой oldu. Кеттік бәріміз. Кеттік ба? Кеттік. Ол отырмай арамыздағы бір асабамызды тағайындап жүрмейміз. Арамыздағы ең үлкен, ең зерек, ең ақылды, тек
командамызға қош келдіңіздер. Енді осы құр тамақ жеп отыра бергенше бір ән шырқап өнерлерімізді көрсетіп отырайық. Жақсы олда айтайық. Қыздыңыз олар жігішке демекші, қыздар сен бастаңдар. Сен аделер айт. Бірақ біздің жігіттер де олардан қалыс қалмайды. Ал жігіттер, әу демейтін қатал жоқ, бір ән шығарсам жіберейік. Айтсақ айтып жіберейік. Ал жігіттер, бірге басын. Көгілікті дегенде көгілікті, көгіліктің сабағы көгеріпті, оралымның бағында ойнама көздей, ойнамаған күлдегенде көріптей, айжаным, айжаным.
мен жүрегімнің түбіне бойлап қара. Тыңдашы, құлақ салшы, жатыр міне арманымның бұлбұлы сайрап қара. Сен едің ғой жұлдызым, жанғандайым, өзіңе бауыр басып қамдандайым. Шуақ шашқан жаныма өзіңменен от басып қалғандармындайым. Болашаққа мол артып сеніміміз болса деймін, пәтердің көлігіміз. Ойыңа қосыламын ырғатылып, сезімнің толқыны мен ырғатылып, сиқырлы сөздеріңе жібердім, арманның тереңіне бір батып. Осымен шектеліп қаламыз ба? Ол жеткізіп сенің өмір даралса, өмірдің ең керемет бір бақыты болса деймін, нәресте арамызда. Ей жаным, бұл сөздерің арады балдай жағып, қиялымды шырдың самғай қағып, мен ана болып отырсам, ал сен әке, Құдай-ай, қандай бақыт, қандай бақыт. Жасаған ұлы тойын көріңіз, мәміз бұны халқымның көрінеді құрбынан, жақсы тілін күтеді еліменен жұртынан. Бабалардың дәстүрін бар жанымен білуге, жастығымның қызуына жалынымен ұмтыла, еркіндікті сүйетін ерімінезін танытқан, жастарының жігерін жыр қайратқа шанытқан, ата жұрттың салтымен жүректерге жолдауы, шешендік пен мәрттіктің ұрпағына дарытқан. Ардақтаңдар атана, ананың сүтін ақтаңдар, арларыңды сақтаңдар, жалқаулық жаудан жаманда, жеңіңдер оны күреспен, жеңіске жетер бірлескен, кең пейіл, дархан халқымыз,
Кеңейді дәстүр салтымыз. Дәстүрін елдің сыйлаңдар, дәстүрлі салтты тойлаңдар. Орындалсын ойларың, той қыласыз тойларың. Тұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаңдар жол болсын. Әумин.
Көңілі қалаған бойжеткен қыздарға жас жігіттер білезік, сырға, сақина сынуын селт еткізер деп атайды. Құрбан етем жолында бір сен үшін сарқылмас дүниенің асылдарын. Көктемнің гүліндей боп ашып жаным, күлімдеп шуақ болып шашын жаным. Қиналғанда жанымнан, табылғанда емеді ғой жүрекке алғанда. Сен әрқашан жанымда жадырасаң, қорықпаймын таудан да, дауылдан да. Қорықпаймын нөсерлі жауыннан да. Шыда десең, бәріне шыдап берем, отқа түсем сен үшін жалындарға. Сезімімді биікте алып өтем, жалаң аяқ жүрсем де қалыңдарда. Сені ешкімге бермеймін, жарқыным сол, жабырлаған кеудемде жаным барда. Жақсы жаным мен үшін алаңдама, көңіліңді түсірдім сан арнаға. Қалай шашып анбайын сөздеріңе, бұл өмірде сенемін саған ғана. Мұңымды айтып жараспаймын алқымына, сенсің ғой жарығым да, жарқыным да. Өзің болсаң жанымда керек емес, мен үшін дүниенің алтыны да. Наурыз мерекесі құтты болсын, ол соң болсын, ақ мол болсын. Қарай, барлық жігіттер өз қыздарына кезексіз сыйлық беріп жатыр. Жеңгесі бізде олармен бір ойын ойнап жүруге қалай қарайсың? Әйді шайтасын ойнасақ ойнайық. Ал бастайық. Дәурен, сенен бастайық. Бірінші сынақ жеңгесі. Қыздайын болса, қыздайын, жігіттер мұнда келіңдер. Қыздар мұнда келіңдер. Ал Мариям бастайық, сынақ не қояйын? Жетатасын білмеген жетесіз демекші?
Осы қазақ халқының ең жақын деген адамдары оқытқандары. Екінші сұрақ туысқандарға қойылады. Қыздар, жігіттер өте оңай сұрақ. Сенің анаңның, қызының, анасының, құдағиының, баласының қарындастары кім болады? Бұл өте оңай сұрақ. Ой, жарайсың. Байланысты көзі байлаулы сер жігіт қолтықтың етін шоқып ішіне өз ғашығын қолын ұстап табу арқылы салтанатты қалай айтады? Көзі байланған сер жігіт шоқып ішіне өз ғашығын қолдан ұстап табу арқылы салтанатты қалай айтады? Ой, ендеше сол салт дәстүрді орындаймыз. Қанекей қыздар, топ көтерейік.
жеткізер бұрады Қысылғанда ауылым қыз бозбала сауығым Өзіңменен ойнамай басылмайды дауым Қызға жігіт құмалай қыздармен ұрады Сезіп қойса шешесі сарт жеткізер бұрады Қысылғанда ауылым қыз бозбала сауығым Өзіңменен ойнамай басылмайды дауым Қызға жігіт құмалай қыздармен ұрады Сезіп қойса шешесі сарт жеткізер бұрады Сезіп қойса шешесі сарт жеткізер бұрады өлеңді айтысында домбырамды тартысында енді бір мұң туралы билегендеріңізді көргіміз келіп тұр. Жарайды, онда қазақтарында 500 сонда.
Мерекелеріңіз құтты болсын. Сенің айтып берген оқиға барлық тыңдармандарымызға ұнады деген ойдамын.